Қайырлы күн Шашпау каналының көрермендері. Бүгін бізде әне міне дейінше 7-ші шығарылым. Ал сен әлі де біздің каналымызға тіркелмеген болсаң, тіркел және лайк бас. Достарыңа тарат. Қазақша және сапалы контенттің бар екен, олар да білсін. Ал біз бастаймыз. Бүгінгі шығарылымызды каналымыздың атауына, яғни Шашпау бұйымына арнаймыз. Шашпау дегеніміз не? Ол қандай бұйым? Біз каналымыздың атауын неге дәл осы бұйымға арнадық? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, әрмен қарай көр. Шашпау қыз-келіншектердің шашына тағатын сәндік әшекей бұйым. Шашпауды таққан әйел шашының әр ажарын аша түседі. Өрілген бұрымның ұшын бекіту үшін тағылатын алтын, күміс, тиындар тіпті кейде маржын да тағылған. Шашпауды түркі халықтары ежелден де қолданып та келеді. Шашпауды шолпы деп те атайды. Біріншіден, осы бұйым әйел шашының өсуіне ықпалын тигізетін болса, ал екіншіден басқа массаж жасайды. Ерте заманда шашпау тағу шаш арасында жын-шайтандарды қашырады деген түсінікте де болған. Сонымен шаштың әдемілігін арттырған бұл бұйымдарды тағудағы түпкі мағынасы қандай? Оны бірге зерттеп көрелік. Шолпы шаштың ұшына, ал шашпау бұрымның түбіне ілініп шашпен бірге өрілетін бұйым. Осылайша шаш салмағы ауырланып, ерте күннен осы әшекейлер таққан қыз арқасын түзу ұстап сәнді жүре алады. Сонымен қатар шолпы салмағының арқасында шаш та ұзын болып өсіп, ауыр салмақтың әсері күнделікті бас ауруы деген түсінікте болмаған. Сондай-ақ байқасаңыз, қазақ қыздарының шашы ұзын болған. Тіпті тарихи жазба, кітап, кинолардың өзінде шашы қысқа қазақ қызының бейнесін де көрмейсіз. Осы тұста сіз менімен келісетін боларсыз. Шашпау құнды бұйым. Тіпті әжелеріміз қалжың ретінде шашпауды тек шашы ұзын қыздар ғана тағады деп айтқан. Мүмкін бұл кішкентай қыздарға бұрымын ұзын етіп өсірген мотивация болсын деген де шығар. Дегенмен шашпау тағу үшін ұзын шаштың болуы міндетті емес. Ұзын шаш сол кездегі трендтердің бірі. Қазірде осы ұзын шашты қыздарға жігіт атаулы мойын бұрып қарау жасырында емес, алайда бұл сирек кездесетін жайттардың бірі. Жалпы қоңыраулы шолпыны тағу арқылы біздің қазақтың артық оғаш қимыл жасамауына мән берген. Әшекейдің осы сыңғырлап даусының естіліп бастағаны, яғни үйге қыз бала кіріп келе жатқандығын біліп, үлкендер реттеліп жинақталып артық әңгіме айтпаған. Сірә тәрбие осы жерден басталған. Яғни шашпаудың дыбысы жиі қатты шықса, қыз ұшқалақ, сумаңғылықты қыз болғаны десе, ал ақырын ғана естілген шашпаулы қыздың мінезі өте сабырлы, биязы, нәзік екенін көрсеткен. Каналымыздың атауын неліктен дәл осы бұйымға арнағанымыз түсінікті де болған шығар. Бұйымдардың арасында ең әсем әрі біз үшін ерекшесі осы шашпау болып табылды. Бүгінде шашпау, шекелік, тақия, яғни қазақи нақыштағы жүзіктер осыдан қала берді. Заманауи шапандар қазіргі таңда сәнді және трендтегі киімдердің бірі болып саналады. Өзіміздің баға жетпес асыл мұраларымыз сұраныста болып қуантады. Қазақтың бұйымы жеке-жеке шығарылым арнауға тұрарлық. Ал сіз шашпауға қатысты қандай қызықты деректерді білесіз? Комментке жаза отырыңыз. Біз әзірге келесі кездескенше деміз. Сіздермен бірге болған Шашпау каналы және мен Құралай Найзабай. Келесі кездескенше. Достар, біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыз және лайк пен пікірді аямаңыз. Осы бүгінгі шығарылымыз туралы не дейсіз, ойларыңызды да жазып кетіңіз. Сәлем, қайырлы күн Шашпау каналының көрермендері. Бүгін бізде әне міне дейінше 6-шы шығарылым, 7-ші шығарылым. 7-ші шығарылым. Давай. Сырғалар нормально тұр ғой, е? Бүгінгі шығарылымды қайтан. Ал ендеше біз кеттік. Осы жерде не етеді? Шамалы бет-бет қозғалу, анау-мынау, е? Бүгінгі шығарылымды каналымыздың атауына, яғни Шашпау каналының қайтадан. Ал сіз шашпау ой. Не істеп жүрген, я? Бүгінгі шығарылымды мышкамен көрдің бе? Көрек қа?
жерде 2 минут 51 секундқа яғни 4 минут Алдыңғысы нормаль ма, осы ма? болды, жоқ болады осы. Енді бөлек видео сұраймыз, тоқтап отыр. Каналымызға тіркел дегенде бірінші. Так, енді оны бөлек былайша түсірсаңыз так. Мынау қанша минут болды? Мынаның өзі 5 минут. Істейміз, бетті бір нәрсе. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркел және лайк басыңыз. Жабасынан. Тіркелме, сенсіз деп алышып кеттім оны. Так, 1, 2. Сосын осы кезде шамалы не кетеді? Так, 2. Достарыңа таратыңыз. Сен бағана мына жерде айтып отырсың да. Ал сен әлі тіркелмеген болсаңыз деп. Ал сен әлі тіркелмеген болсаңыз. Ал сен тіркелмеген болсаң. 1, 2. Жігіт атаулы мойын бұрып қарау. Ой, блин. Қайтан оқимыз, да? Қайтып оқимын ғой. Қайтып оқисам.